Шавкат Рахманов 8 желтоқсан күні Янгеримен бақ сынайды. Бұл айқас UFC 310 турнирінің басты жекпе-жектерінің бірі болады. Отандасымыз Шавкат Рахманов әуел баста чемпиондық титулға шығуға тиіс болатын. Алайда бұл дивизионның чемпионы Белал Мухаммед жарақат алып бұл жекпе-жектен бас тартты. Осылайша UFC-дің президенті Дана Уайт Шавкатқа ары ойланып, бері ойланып, 26 жастағы проспект Янгериді қарсылас көрді. Екі жауынгерді бойшан, екі жауынгерді жеңіліс көрмеген. Алайда мұны бәрі біледі. Ең бастысы бұл емес. Ең бастысы бұл Қазақстан аумағында ресми тікелей трансляция болмауы. Міне нағыз масқара. Шавкат бұл жаңадан шығып отқан жауынгер емес. Және де Америкада UFC 310 турнирінің ең басты жекпе-жектерінің біріне шығады. Алайда мұны біз көре алмаймыз. Себебі Қазақстан аумағында тікелей трансляция жоқ. Болса да ол платный, яғни айтқанда ақылы. Менің айтқым келгені бұл емес. Егер де көргің келсе сатып ал деп тұрсыздар ғой. Иә, сатып аламын. Алайда бұл Қазақстан дамыған ел емес, оны өзіміз де білеміз. Америка сияқты, Германия сияқты дамыған ел емеспіз. Біздің көптеген ауылдарда сет ұстамайды. Яғни айтқанда интернет желісі өте нашар. Ал олар қалай көреді? Соны уайымдап отырмын. Бұл жекпе-жекті қазақ елі қаншама жыл күтеді. Шавкат Рахманов соңғы рет 1 жыл бұрын жекпе-жекке шыққан. Сағынып сарғайып енді жекпе-жекке шықты дегенде трансляция жоқ. Бұл не деген масқара? Егерде жоғарыдағы басшылық бұл трансляцияны сатып алатын болса, халықтың рахметінен бөленетін еді ғой. Яғни айтқанда, жексенбі күні бір UFC-ді көріп марқайып қалатын еді. Біз сонда осындай сорлы ел болғанымыз ба, әлде мен қателесіп отырмын ба? Достар, тікелей трансляция жоқ деп отыра бермейміз ғой енді. Барлығымызда ұялы телефон бар. Ұялы телефонмен де көруге болады. Еш қайғыруға жол жоқ. Барлығында мүмкіндік бар. Мен осы орайды пайдаланып Шавкат Рахмановтың жекпе-жегін мына телеграм арнадан көрсеңіздер болады. Бұл арнада Шавкат Рахманов туралы барлық ақпараттар қазақша түрде шығарылып отырады. Және де 8 желтоқсан күні тікелей эфир болады. Жекпе-жекті осы арнадан тікелей эфирді көре аласыздар. Мұның бәрі жарнама емес. Мен жарнама жасайтын қыруар подписчигі бар ютубер емеспін. Оны өздеріңізде көріп тұрсыздар. Ал достар, бүгінгі видеода мен айтқым келген осы. Телеграм арнаға тіркеліп, жекпе-жекті тікелей эфирде бірге көрейік. Отандасымыз Шавкат Рахмановқа алдағы жекпе-жегінде сәттілік тілейміз.